Өзіңді жақсы көруді қалай үйренуге болады? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі заманда адамдардың көбі өзіне қатаң талап қояды, басқалардың ойына тәуелді болып кетеді, ал өзіне деген махаббатты ұмытып қалады. Бірақ өзін жақсы көру эгоизм емес, ол ішкі үйлесім мен бақыттың бастауы. Егер біз өзімізді сыйлап бағаласақ, айналамыздағы адамдармен қарым-қатынасымыз да жақсарады. 1. Өзіңді қабылдау. Өзіңді жақсы көрудің бірінші қадамы өзіңді өзгертпей қабылдау. Жақсы жақтарыңды ғана емес, әлсіз тұстарыңды да мойындау керек. Мен жеткіліксізмін деген ойды доғарыңыз. Әр адамның артықшылығы да, кемшілігі де болады. 2. Теріс ойларды өзгерту. Көбіне біз өзімізге ең қатал сыншымыз. Күнделікті ойларыңызға назар аударыңыз. Мен істей алмаймын дегенді мен тырысып көремін деп өзгертіңіз. Өзіңізбен жылы сөйлесуді үйреніңіз. 3. Денеңізді тыңдау. Өзімді сүю тек рухани емес, физикалық деңгейде де қамқорлық жасау. Дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйықтау, жаттығу жасау, бұл да өзін бағалаудың белгісі. Денеңізді жазалау емес, қорғау ретінде қабылдаңыз. 4. Шекара қою. Өзіңді жақсы көру жоқ деп айтуды үйрену. Әрдайым өзгелерді қуантуға тырысу өзіңізге деген сатқындық. Уақытыңыз бен энергияңызды сақтауды үйреніңіз. 5. Ішкі балаңызды емдеу. Бала кезімізде алған жаралар, айтылған ауыр сөздер ересек өмірде де әсер етеді. Ішкі балаңызды елестетіп, оған жылы сөздер айтыңыз. Өзіңізге қамқорлық жасауды соның орнына жасаңыз. 6. Кішкентай қадамдармен бастау. Өзіңді жақсы көру бір күнде қалыптаспайды. Өзіңізге ұнайтын іспен айналысыңыз. Жетістігіңізді жазып жүріңіз. Өз күшіңізді бағалауды үйреніңіз. 7. Рахмет айту дағдысы. Өмірде бар нәрсеге ризашылық білдіру өзін жақсы көрудің ең үлкен қадамы. Күн сайын 3 жақсы нәрсені жазыңыз. Өзіңізді мақтауды ұмытпаңыз. 8. Өзіне уақыт бөлу. Көпшілік өзіне уақыт бөлуді босқа уақыт өткізу деп ойлайды. Бірақ бұл ішкі қуатты қалпына келтірудің ең тиімді жолы. Кітап оқу, табиғатта серуендеу, музыка тыңдау жанды тыныштандырады. Өзіңізге кішкентай демалыс сәттерін сыйлаңыз. 9. Салыстыруды тоқтату. Өзіңді өзгелермен салыстыру өзіңе жасаған ең үлкен әділетсіздік. Әр адамның өмір жолы бөлек. Әлеуметтік желідегі мінсіз өмірлерге сенбеу керек. Өзіңнің жетістігіңді өзіңнің кешегі күніңмен салыстырған жөн. 10. Кешіре білу. Өзіңді де, басқаларды да кешіру жүректі жеңілдететін қадам. Өткен қателіктер үшін өзіңізді жазаламаңыз. Мен ол кезде қолымнан келгеннің бәрін жасадым деп ойлаңыз. 11. Армандарға жол ашу. Өзіңді жақсы көрген адам арманнан бас тартпайды. Үлкен мақсат қойыңыз, бірақ оған кішкентай қадамдар арқылы жақындаңыз. Армандарыңызға сену өзіңізге сенудің бір түрі. 12. Қоршаған ортаны дұрыс таңдау. Өзіңді бағалайтын ортада болу өзін өзі жақсы көруді жеңілдетеді. Сізді төмендететін адамдардан алыс болыңыз. Сізді қолдайтын, шабыт беретін жандарды қасыңызға жинаңыз. 13. Өзін өзі дамытуды тоқтатпау. Өзіңді жақсы көру тек қана қабылдау емес, сонымен қатар дамуға мүмкіндік беру. Жаңа дағдылар үйрену, білім алу, спортпен айналысу өзін өзі сыйлаудың көрсеткіші. 14. Өзіңді мақтау. Көп адамдар өзгені мақтауға оңай, бірақ өзін мақтауға қиналады. Мен бүгін жақсы жұмыс істедім деп өзіңізге айтуға ұялып қажет емес. Бұл сіздің өзіңізді бағалауыңызды арттырады. Қорытынды, өзіңді жақсы көру өмір бойғы процесс. Ол кішкентай қадамдардан басталып, үлкен өзгерістерге әкеледі. Өзіңді бағалаған сайын, әлем де сізді бағалай бастайды.